Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте оңай әрі дәмді болып шығатын десерт дайындайтын боламыз. Алдымен жұмыртқаның ақ-уызын сары уызынан ажыратып аламыз. Ақ-уызын ажыратып, үстіне кішкене тұз салып, жақсылап шайқаймыз. Миксердің ең төменінен бастап, жайлап көтере отырып араластыратын боламыз. Ақ-уызымыз қоюлана бастағанда, қантты аз-аздан сала отырып араластырамыз. Әбден қантымыз араласып болғаннан кейін, жүгері крахмалын қосып, тағы да шайқаймыз. Бізде осындай масса шықты. Енді осы массаны формаға видеодағыдай саламыз. Пеште 200 градуста 30 минуттай пісіреміз. Егер сіздер десерттің басқа түсте болғанын қаласаңыздар, жүгері крахмалын салмас бұрын өздеріңіз қалаған түсті қоссаңыздар болады. Мен көк түсті қостым. Оны да қызып тұрған пеште 200 градуста 30 минуттай пісіреміз. Менде осындай әдемі және воздушный болып шықты, ал дәмі деген өте ерекше. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Ас болсын.